Жапонияда әрбір бала күніне 2 бөдене жұмыртқасын жейді. Ал тарихқа көз жүгіртетін болсақ, Шыңғыс ханның өзі жаралы жауынгерлеріне бөдененің жұмыртқасын ішкізіп, аяққа тұрғызған екен. Алдағы видеомызда бөдененің емдік қасиеті, пайдасы жайлы айтатын боламыз. Арнамызға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бөдене жұмыртқасы 1000 түрлі дертке дауа. Адамның ойлау қабілетін арттырып, ағзаны түрлі жұқпалы аурулардан қорғайды. Кәдімгі тауық жұмыртқасына қарағанда 1 грамм бөдене жұмыртқасының құрамында А және Д дәрумендері 2 есе көп. В тобының дәрумендері 6 есе жоғары. Жұмыртқаның ең басты ерекшелігі өз қасиетін жоймай ұзақ сақтауында. Бөлме температурасы жағдайында айға жуық, ал тоңазытқышта 60 тәулікке дейін сақтауға болады. Бөдене жұмыртқасының құрамы фосфор, темір, калий, кальций аминқышқылдарына бай. Оны жүйелі түрде тұтынған адам әртүрлі ауру сырқауға қарсы тұрып, жүрек қан тамырлар аурулары, жүйке жүйесі мен ас қорыту жүйесінің жұмысы ауруларына өте жақсы пайдасын тигізеді. Биоөндірісте бөдене жұмыртқасынан бет терісіне күтім жасауға арналған түрлі кремдер жасалады. Жүкті әйелдер мен балалар күнделікті 2-3 жұмыртқаны шикідей ішсе, сүйектері, тістері, шаштары қуатты болады. Яғни ағза кальциймен толығады. Мамандар бөдене жұмыртқасын әсіресе балаларға, қарттарға, аяғы ауыр әйелдерге жиі тұтынуға кеңес береді. Бүйрек, өкпе, асқазан ішек ауруларын емдейді. Фосфор, калий, темірдің әсерінен есте сақтау қабілеті жақсарады. Бұлшық ет пен сүйектерді қатайтады. Бөдене жұмыртқасын шикілей, қайнатылған, қуырылған, пісірілген күйінде пайдалануға болады. Оны түрлі салатқа қоссаңыз да өз еркіңіз. Ең дұрысы, бәрінен де пайдалысы шикі күйінде ішу. Сонда ол құрамындағы өз дәрумендерін сақтап қалады.